трапецияның ауданын табу есептерін шығарамыз. Бізге берілген есептің берілгені трапецияның параллель қабырғаларының ұзындықтары 25 және 4 дециметр. Ал параллель емес қабырғалары 20 және 13 дециметр. Трапецияның ауданын көру керек. Трапецияның ауданын формуласы біз білетіндей, А қосылған Б бөлінген 2 көбейтілген H. Бізде А мен Б берілген, енді біз H-ты табамыз. Бізде параллель емес, яғни үйір қабырғалары 13 пен 20. Енді көлбеудің проекциясы бізде мына жақта x болса, яғни 25-тен 4-ті азайтқанда 21, 21-ден x-ті азайтамыз. Енді бізде биіктіктер бірдей болғандықтан, оларды теңестіреміз Пифагор теоремасы бойынша. Яғни 13-тің квадраты азайтылған 21 азайтылған x-тің квадраты тең 20-ның квадраты азайтылған x-тің квадраты. 13-тің квадраты біз білетіндей 169 азайтылған. Жаңа ашсақ бізде 441 қосылған 42 азайтылған 42 x азайтылған x квадрат. Енді мына жақта 420 квадраты 400 болғандықтан 400 азайтылған x квадрат. Енді мына x-ті мына жаққа алып келеміз. X квадрат плюс x квадрат. Мына жақта жүрілер. Енді 169-дан азайтамыз 441-ді. Бізде 279 шығар, 72. Осыған 42x. Енді біз 42x, 272-ні мына жаққа алып келеміз. Теңдіктің сол жағына. Сол кезде бізде 672. Енді коэффициентінен айырамыз, 42-ні бөлеміз, нақты бөлеміз. Сол кезде бізде x 16-ға тең болады. Енді x-тің орнына қоямыз. 20-ның квадраты x квадрат, яғни 16-ның квадраты. Тең бізде h табамыз. Квадратын айырамыз, турасы 400-ден азайтамыз 16-ның квадратын, яғни біз 252 алдын алайдамыз. Сол кезде бізде түбірасы 144. 144 бізде түбірасынан шығады, 12 болып шығады, 12 тең x. Енді трапецияның ауданын табамыз. Бізде A бізде 4 қосылған 25, 2-ге бөлеміз, көбейтілген жаңағы h 12. 12 мен 2 қысқарады, 6 болады. Бізде 29 бен 6-ны көбейткенде 174. Трапецияның ауданы 174 сантиметр. Бәріне рахмет, лайк басыңыздар.